Сұрқасқа ит жақындай түсті. Сояудай тістері ақсиған, біртүрлі залы, сарғыш жүндері үрпиіп, езуі қызарып ырылдап, Жақпарға қарай атылғалы келеді. Екі көзде шарасынан шығатындай қып-қызыл. Өй, мына ит қайтеді, жынды ма деу мұң екен. Ит секіріп келіп, иесінің оң жамбасынан ала түсті. Ойбай жаным деп, өз даусынан өз шошып оянған Жақпар қасында жатқан көмекші жігіттен біртүрлі ыңғайсызданып та қалды. Бірақ қалың ұйқыда жатқан бала жігіт Жақпардың даусы түгіл құлағына мылтық атсаң да естіремес. Таң атуға шақ қалған. Сарлықшы енді ұйқысының келмейтіндігін сезіп ақырын орнынан тұрды. Сіріңке жағып, бестік шамды жақты. Кішкентай қара қостың ішінде салқын тартыпты. Бақандай 7-8 жыл бойы баспана болып келе жатқан күркенің әбден тозығы жеткен секілді. Уықтары жіңішкеріп, киіздері әр жерден шұрық-шұрық тесілген. Кейде саусақ орындай тесіктерден су тамшылары сорғалайды, кейде қар ұшқындайды. Ал енді сәл-сәл боран соға бастасақ, қостың киіз жамылғысы қарғаның қанатындай қалбалақтай жөнеледі. Міне, қысы жаз осы. Өткенде Жақпар ферма меңгерушісіне осы туралы айтып та көрген, бірақ адамдармен жүре сөйлесіп көзін аудара тіл қататын безбүйрек меңгеруші, осы сен сұранбасаң жүре алмайсың ба? Кеше ғана алған жоқсың ба? Жап жаңа сұр киіздерді қалай ғана тозып қалды? Сол киіздердің бәрін үйіңе жинап жатқан жоқсың ба? Киіз мен сатсаң да жоқ. Бір жылға қоян терісі де шыдайды. Биыл ептеп-септеп шығыңдар. Келесі жыл көреміз деп қолын бірақ сілтеген. Менің киіз алғаныма пәлен жыл болды ғой. Кеше ғана алсам сұраймын ба? Қос деген аты. Күнде далада ұйықтап жүргенде сезінеміз біртүрлі суық. Біз енді өзіміз жекеменшік малымыз емес, колхоз малын бағып жүрген жоқпыз ба деп бастығының жауабына қарсы уәж айтқан. Мұны түсінетін бастығы жоқ. Бұрылып алып жөніне кеткен. Бұл неткен сұмдық, өз жеке басымызды, өз қамымызды ойлаушы қашан қоямыз? Біздің мұқтаждығымызды енді кім өтемек? Осылай жүре береміз бе? Малы кеш малға да жаның ашиды. Жалғана өстіп жүріп бір жерде қатып та қалатын шығармыз деп күйінген. Амал нешік, өз қолында ештеңе жоқ болғасын іштен тынып жүре бергенің. Жақпардың ойына осының алдындағы ферма меңгерушісі оралды. Жақсыға жүрім, жаманға өлім жоқ деген осау. Қандай абзал азамат еді. Мұң-мұқтажыңды уақытында ескеріп, қажет дүниеңді өзі әкеліп отырушы еді ғой жарықтық. Осындай әділ адамдардың ғұмыры қысқа болатындығы неліктен екен? Шешем айтушы еді, Құдайға да жақсы керек деп. Тегі рас шығар. Талай жыл істес болғанда бір рет иш-шай десіп көрмеген едік. Топырағың торқа болғыр азаматай деп ол кісіні жиі еске алады. Ал қазіргісінен көңілі қатты қалып жүр. Бірдеңе айтса болды, жұмысыңнан шығарам, сенен басқа да бақташы көп деп ақырады. Жақпар оның осынысынан тайсақтайды, осынысынан жиркенеді. Туғаннан тышқын мұрын қанаты көрмеген момын мінезін кейбіреулер өздерінше түсінеді. Әсіресе бұл мінезін бала жастан бірге ойнап, бірге күлген ферманың мал дәрігері Жарас өзінің бас пайдасына қатты қолданатын. Екеуі бір өссе де, Жақпар жетімдіктің азабын қатты шекті. Әкесінен 10 жаста айырылған жас бала қабырғасы қатпай еңбекке араласты. Өзінен кейінгі екіні бір қарындасын ауру анасын тапқан таянғанымен асырап жүрді. Орта мектепті бітіруге мүмкіндігі болмай шешесі 8 класты бітірісімен ақ жамағайын бақташыға көмекші етіп жіберген. Міне, содан бері мал соңында жүр. Үйленген соң 3 жылдан кейін жанашыр анасы дүние салды. Іні қарындастарын өсіріп, адам қатарына қосты. Ол кейде отырып, Жарастың тірлігін еске алады. Оның тағдыры керісінше қалыптасады. Ауылдағы белді бір бастықтың баласы не ішіп, не кием деп ойламайды. Сабақты нашар үлгерсе де 4-тік пен 5-тікке ие болып жүрді. Ол тау-таста сарлықтың соңынан жүргенде, ол тәтті құтыны жеп мамық төсекте ұйықтап жатты. Ол 10 жылдықты бітіріп 4 жыл қатарынан институттан құлап қалды. Ал облыс орталығындағы техникумға түскенде жұрт, әкесі төре емес пе, өзі апарып орналастырды ғой деп шулады. Жел соқпаса шөп басы қимылдай ма? Бұл лақаптың да жаны болуы керек. Бірақ Жақпар бұл сөзге көп назар аудармады. Түссе түскен шығар. Бала жастан бері қолын тайдай тепсіп ойнаған досым ғой. Оқысын деп іштей қуанған. Жақпар апыл-ғұпыл киінді де тысқа шықты. Үзгіз-ғырық самал бетін қарып өтті, бірақ талай жылдар бойы ғұмыры тау мен таста өткен оның денесі дала салқынына берілген жоқ, тіпті көкірегін қара дем алып серги түсті. Аспан төсінде табақтай боп жарқыраған толықтай ай бес саланың ұшына іліне қалғанда әсер етті. Жұлдыздардың кейбіреуінің нұры тая бастаған, ал енді біреулері күлегеш қыздар сияқты бейкүнә жымияды. Таң зарып қалған екен деп ішінен күбірледі де өзен жақта жайылып жүрген аттардың қарасын ала солай қарай аяңдады.
Қар жұқа, жылдағы жарты кезде қасат, биыл әлі түскен жоқ, кім білет, соңғы кезде ауа райы күрт суытып барады. Осыған қарағанда алдағы аптада бір өзгерістің боларын ол іштей сезеді. Ол 6 айдың ауа райын осы өлкенің жай-күйін күні бұрын анықтап біліп отырушы еді, құдды бір барометр сияқты. Оның бұл қасиеті ондаған жылдар ішінде бойына ұялады. Туған жердің қатал табиғатынан ол көп нәрсе үйренуге мәжбүр болды. Кей кездері өмірден сүзіп алған осындай тәжірибелері көбіне көп жәрдем беріп, Жағыпарды неше рет апаттан сақтандырды. Еңбек жолын алғаш бастағанда өзінің әуелде табиғатпен етене таныс болмағанын салдарынан әлденеше сарылған қар көшкініне де берген жай болды. Адамды есейтетін, оны тәрбиелейтін табиғат екенін ол түсінген. Табиғатты аяй білмейтін адамдарды әзірелдей көретін. Көп күтім тілемейтін қысы-жаз өз көрегін табатын сарылық колхоздың 5-ші түлігі. Ал мүйізді жануарлар кесірінен аң түгіл адамды сескенген. Қайраты қанын дерсің, олардың баяғыда бір жүк машинасына қарға батқанда қара қасқа дәу бұқаға сүйреткен. Бұқа шіреніп 2-3 рет тартқанда машинаны қаңбақ қылу көрмей алып шыққан. Сонда мұны көріп тұрған жұрт жағаларын ұстап еді. Содан бері талай жылдар өтті. Сол қуатты жануардың қайраты да мақұлдана бастағанын Жағыпар байқап жүр. Жаршықсын ет комбинатына тапсырамын, қазір жүре тұрсын деп кейбір соғымға сұрап жүрген бастықтарға да қимаған. Сол үшін әлдебіреулермен түсте шайысты. Жағыпар өзінің көк дөненіне жақындады. Қараңғыда иесін жақсы танымады ма, бұған осқырына қарады. Жақындап келгесін ғана сенбісің дегендей сабасына түсіп басын қайтадан жерге салды. Ызғарлы желдің екпіні қатая түсті. Жеңіл киінген бақташы жылдамдатып жайдақ атқа қонды да бір атты жетектеп қосқа қарай бет алды. Мақсаты атын ерттеп шайын ішіп сарылықтарын шолып қайту. Қостарды шағыл тастың жел тимейтін ығына орналасса да ызғардың аты ызғар. Киіз тамның іші сап-салқын екен. Көмекшісі әлі оянған жоқ, ұйқыны соғып жатыр. Жаңа кеткенде оятып кетпеген екемде от жағып қоятын деп күбірледі ол. От жағуға кірісіп, болып жатқан тірліктің салдарынан көмекшісі де оянды. Бұл 20-ға ғана жаңа келген тәжірибесі де шамалы бала жігіт. Жағыпар өз қамқорлығына алып талай жылдар бойы көрген білгенін, өмірден түйгенін тәлімін үйретіп жүр. Әй бала, тұрмаймыз ба? Мен аттарды алып келдім. Табынды байқап келейік. Асанның да келіп қалатын күні болды. Мен де демалысқа дайындалуым керек. Сарылықтарды түгендемесек болмайды, ауа райы да түйіліп тұр. Боран соғып кетсе жағдайымыз қиындап кетер деп көмекшісіне ескертті. Суығын-ай, қош жылғасын тұрайын чаға. Соны күтіп жатырсың ба? Тұрып атын дертте. Жылдамдату керек деп Жағыпар да қояр емес. Сен түнде бір дыбыс естіген жоқсың ба? Ол қандай дыбыс? Менің құлағым бір нәрсені шалған сияқты болды. Ұйқылы-ояу жатып бұған назар аудармаппын. Жаңа ғана ойыма түсіп отырғаны ит құстың ұлғанына ұқсаған бір дыбыс. Ит құс дейді болса ше. Сарылық қанша ит құс келсе де алдыра қоймас. Кім біледі, қайратты мал ғой. Бірақ деп Жағыпар сөзінің соңын жұтып қойды. Сосын біршама уақыттан кейін сөзін қайтадан жалғады. Биыл сол бәлен қатты дейді ғой. Жақында көрші колхоздың бір жылқышысын кездестірдім. Бір бие бір құлынын жеп кетіпті. Әлгі өгізге келген бұзауға да келеді, демекші бізді де қан қақсатуы мүмкін. Қолымызда оған алып ұшар мылтығымыз түгіл сойылымыз да жоқ. Колхоз мылтық түгілі тіпті қосқа жаңа киіз беруден де қалды ғой. Жәке, осы сіз жоқтан өзген ойлай береді екенсіз. Колхоз басқармасының сырын жаңа біліп тұрғандай сөйлейсіз ғой тегі. Осыны айтсаң өз қадірің кетеді. Қайтеміз, қайта-қайта бір нәрсені сөз қылып. Көмекші жігіт орнынан тұрды. Жылы төсекте жатқасын білінбейді екен. Қос іші мұздай аңырап тұр. Ойпырмай, 20 жылдай осындай қиыншылыққа төзіп келген Жәке, сіздің жаныңыз берік екен деп жігіт от жағып отырған Жағыпарға сынай қарады. Енді не істеймін, 3 баламды әйелімді асырауым керек қой. Жетімшіліктің зардабынан оқиды алмай қалдым. Небір қалқан құлақтар отыр ғой стол басында, оң жақ, сол жақ десең сол оң көрсетеді. Шіркін, не істесең де маңдай термен табылған шынайы табысқа не жетсін. Енді бізге оқу қайда? Қарайып артта қалмай ағарып алға түспей жүре берейік дағы. Тағысын тағыларын көре жатармыз. От маздап жанып қос ішіне жылылық ұялады. Екеуінің тоңазған денелер жіпсіп, көңілдері де көтеріле түсті. Біршама уақыттан соң темір пеш үстіндегі қара күйе басқан көк шәйнектің қақпағы мен болдым дегендей дірілдей бастады. Жағыпар кешегіден қалған табадағы қуырдақты да жалын өтіне қойды. Тамақты тойып ішіп атқа қонайық. Сарылықтар алыстап кеткен болу керек. Жақыннан қаралар көрінбейді. Осы менің жүрегім бір нәрсеге өрекпіп тұр. Неге екенін білмеймін. Бір жамандық сезсе сөйтеді. Ой, қойыңызшы Жәке. Ақыр заманды орната бермеңізші. Екеуі тамақтарын ішіп қалың киініп жолға шықты. Теріскейден өкпек жел тұрды. Алыста көз жетер шыңдардың бәрінде де қар жауып үлгеріпті. Кеше ғана ап-анық жатқан тау сілемдерінің барлығы да
ақ мамықтан шапан киген. Сұрқасқа төбетте оқ бойы алда із шалып келеді. Міне нағыз қансонардың уақыты келген сияқты. Қарға түскен түлкі зер сайрап жатыр. Сұрқасқа басын жерге салған бойы жоғарыға тартып барады. Анда-мында қалып кетесіңдер ме соңынан дегендей бұларға жанарын сүзеді, сосын қайтадан жортады. Мына ит бір нәрсенің иісін сезіп жүр, деді Жағыпар, төбетінің тегіннен тегін осылай асықпайтындығын аңғартып. Түлкі шығар, бұл жерде не көп, алтайыл түлкі көп. Солардың иісін сезген болар. Бұлар жарық төбенің үстіне шыққанда ақсай кезеңінде жайылып жүрген бір таба малды көздер шалды. Жағыпар дүрбі салды. Біздің табын кеттік, екеуі солай қарай бет алды. Сұрқасқа да өз бағытымен желе жортып барады. Мұны байқаған көмекші жігіт, ит соңынан жүрмейміз бе деді. Әй қойшы соны, ол кейде басы ауған жағыны да жорта береді, деп Жағыпар төбетіне сенімсіздеу көз тастап. Сүт пісірім уақыт өткен сәтте көз ұшына жортып бара жатқан ит сәл аялдады, сосын құбылған қара екі рет тұрды. Итінен көз жазбай келе жатқан Жағыпар да атының тізгінін солай қарай бұрған. Бұл не болды екен? Мына төбет тегінен тегін тоқтап үрген жоқ, дәуде болса бір нәрсені байқады, деп Жағыпар осының алдындағы сөзіне түзету енгізгендей болды. Екеу аттарының сауырына қамшыларын көсіп алды да солай қарай зулады. Ит қасында от орнындай қарайған төмпеші жатыр. Құрық бойы алда келе жатқан Жағыпар астындағы көк дөненді алдындағы қарайған нәрседен үркіп, кілт тоқтағанда ауып қала жаздап әзер қалды. Өй, мына неме қайтеді? Осыдан кейін екі атты ілгері баспай тұрып алды. Бір нәрсені сезген қос сарлықшы аттарынан түсіп ит тұрған жерге дейін жаяу жүрді. Сәлден кейін олар жол шетіне жатқан Қарақасқа бұқаның өлімтігіне тап болды. Сол баяғы өзіне етене таныс қуатты сарлы ендігі бір сәтте Жағыпардың алдында жайрап жатты. Бір емес бірнеше қасқырмен күш сынасқан болу керек, өйткені жақын маңайдан бәр тұяқтан шиыр болып қалған. Сарлықта қасқырға алғызады екен-ау. Осы 20 жылдың ішінде Жағыпар мұндай оқығаны бірінші рет көріп тұр. Шіркін, кәрілік деген осау, қара тұяғының қалқ етсе көрінгенге жем болып кете барғаның. Жауған қардан қан ізі де білінбейді. Сарлықтан қалған дүние, оның қара қазандай басы, 4 сирағы, мойын ақтарылған жыны. Екеуі бір шам уақыт бұларға қарап тұрды. Не істейміз енді, ішпей жемей бір сарлықтан айырылдық, деп көмекші жігіт дегбірсіздене бастады. Бауырым, сарлық түгіл бастан да айырылып қалатын күн болады, тайыры. Береке бірлігімізді де осы мал жетелеп кетпейтін шығар. Төл десе төлеп береміз, әрине қанша дегенмен ыңғайсыз ғой. Өзінің қарашығындай пәтшағарды аялап жүредім. Ит құс деген пәле қайдан сап ете түсті екен, Бұл дәу болса да табынан қалып қалған, әйтпесе басқалар болса қасқыр түгіл арыстанға далдырмас еді. Енді тұрғанды қоялық, атымызға өңгеріп алып кетейік. Қосқама? Иә, мен сенің атыңа өңгерем, алып жүре бер. Өзім қалғандарым барып шолып келейін, деп Жағыпар жайылып жүрген табынды тағы да жанарымен бір рет шолып өтті. Кім біледі, тағы да біреу жайрап жатпаса. Осы сәтте машина гүріл естілді. Таңғы тыныштықты тілгілеген дауыс уақыт өткен сайын жақындай түскендей болды. Әлі бұрылмаға жетпеген машина сұлбасы тау даласынан көрінер емес. Таң атпай жүрген бұл не? Қабият болатын болды ғой. Ой, оңбағанның мені көрдің бе дегенде жол шетінде құлағаны, деп көмекші жігіт өлі басқа зілдене қарады. Сен абыржыма, бұл да Алланың бұйрығы шығар. Қайтеміз енді, өлгенмен бірге өлетін жағдайымыз жоқ. Өздеріне етене таныс колхоз, көне газ 69 машинасы өкіріп бақырып осылай тартып келеді. Бұл Шібіттегі қыстауындағы шопандардыға баратын бірден бір қатынас жолы. Қар қалың жауған кезде қатынас та үзіліп қалатын жайттер кездеседі. Мұндай сәттерде колхоз қар күреуге мәжбүр болады. Қазір қарышқа, жем, шөп деген машиналар күн ағылуда. Сарлық жол шетіне басқа адамдай қашықта шийтігінде жатыр. Шопан аралап жүрген төрелер болады. Ал енді бұлардың таңнан жолға шығуларына не себеп болды екен, деп Жағыпар ойланып біраз тұрды. Екі иінмен дем алған жеңіл машина жақындап келіп кілт тоқтады. Шофердің жанындағы ферма меңгерушісі Жағыпар анандайдың таныды. Екі бет алмадай қып-қызыл меңгерушісі амандық саулықтың орнына мыналарың не? Маған тартқан тартуларың ба, деп кекете сөйледі. Сосын өлген сарлықтан қасына келді. Ойбай-ау, мынау мен білетін қара қасқа сарлық қой, бұларың не? Бұл не сұмдығы, Соңғы кезде ауырып жүруші еді, жасы да жетті бұл малдың. Емдетейік деп едік, мал дәрігер бұл жақтан ат ізін салмай қойды. Енді міне айдалда құс жемге тап болды. Бұл Жағыпар меңгерушіге шынын айтты. Көрсетем мен саған ауруды, қарашы бұлардың бәлсінуін. Былтыр мен соғымға сояйын дегенде бермей қойып едің. Көр енді, осы сарлық үшін сені су түбіне жібермесем, атын өшсін. Бастыққа айтып құнын 5 қып төлетемін, үндемеген сайын кетіп бара жатыр екенсіңдер.
Басайын мен сендердің жындарыңды. Меңгерушінің аузынан арақ иісі мүңкіді. Таң атпай қайдан ішіп жүр деп ойлады Жағыпар. Сосын меңгерушіге мылтық туралы мұқтаждығын құлақ қағыс етті. Жоқ, мылтық сойыл алыңдар. Ер жігіт қасқырды сойылмен соғады. Оны қайдан аламыз, Құдай-ау? Қасқыр бізді сойып жететін жерге дейін жақындата ма? Неге жақындатпайды? Құйындай ішіп жүрген аттарың мынау, қуып жетіп соғыңдар. Әкелерін танытып, сендермен мылжыңдасам деп басым айналып кетті ғой. Төре оң қаламдай әрге барып лақылдатты құстай келіп. Кеше арақтың талонын беріп еді, көбірек шіңкіреп қойғанын. Бас жазатындарың бар ма? Таудан астасынан басқа бұл жерде Басеке не болсын? Арақ ішпек түгіл басымызды әрең алып жүрміз деп Жағыпар бастығына жақтырмай қарады. Не болды соншама? Сендердің орындарында болсам, мен өзімді курорттағыдай сезінер едім. Қайтем, қалтамдағы табақтай дипломмен вахташы болайын ба, елден ят. Жұрттың бәрінің қалтасына табақтай диплом түсті ғой. Бірақ одан келіп кетер бар ма деп Жағыпар селқос жауап берді. Қосымызды дұрыстаңыздар, суық түнмен тоңып шығамыз. Не дейді мынау? Сен мына қасқыр жалмаған сарлықты төле. Айттым ғой, су түбіне жіберем де жіберем. Сол жыртық қасқады зар боп қаласын. Жағыпар бастығынан ештеңе шықпайтын болған соң сөзді қысқартуға мәжбүр болды. Сен біздің жылқышыларды көрдің бе деп меңгеруш сәлден кейін. Соғымға кетіп бара жатыр едім. Жоқ, көрген емеспін. Сен не көресің? Алдыңдағы сарлықты да көрмей қасқырға жегіздің. Төлейсіңдер, төлеттірем. Мен мұны қоймаймын. Ферма меңгерушісі өз бетімен сапарын жалғастырды. Екі бақташы да шаруаларын тындыруға асыққан. 3 күннен соң ауылға 2 аптаға демалысқа келген Асан қайтып оралды. Ол да мұнда болған жағдайды ауыл орталығындағы ауыл төбенің үстінен естіген екен. Жәке, жағдайың қиын, ферма меңгерушісі сені орнынан алыстасын деп бастыққа докладын жазып жіберді. Сен істесең, мен істемеймін депті. Шамасы өзінің көрші колхоздан көшіп келген ағасын орналастырмақшы. Өстіп өсек төбең шулап жүр. Тағы да бір әңгімелерің бар дейді. Деп Асан сөзінің аяғын жұтып қойды. Ол нендей әңгіме деп Жағыпарды елең етті. Кім біледі, әйтеуір өтірік пе шын ба? Сол баяғы атағы жер жарған өсек төбеден естідім. Біреу хатты десе де сол жерге жетпей қоймайды. Қайран ескерткіш сол жерге қор болған. Соғыста құрбан болған небір есілерлердің ескерткішінің қасында неше алуан өсекті соғамыз-ау. Өлгендерге деген ілтипатымызды да жоғалтып алдық қой тіпті. Сені әлгі доғдыр досың Жарас ше? Оған не болыпты? Ештеңе де болған жоқ-ау. Ауырғанын жасырған арам өледі дегендей жасырмай-ақ айта берейін. Сен досың жеңгемізге барады деп лақап тарап жүр. Жел соқпаса шөптің басы қимылдай ма? Сен не оттап кеттің, есің дұрыс па? Жарасың не, жеңгең не деп Жағыпар күтпеген әңгімеден ыңғайсызданып қалды. Дәл солай деді. Оны естіген құлаққа жазық жоқ шығар. Тайтармен, жұрттың өсегіне ермей жайыңа жүр. Жарас ондай жігіт емес. Әйеліме де тіліңді тигізбе, балаларым бар, соларды сағындым деп Жағыпар аз кем ойланып қалды да сөзін әрмен жалғастырды. Жастайымыздан бірге өсіп біте қайнатқан соң қалжыңдаса береміз. Бірақ көре алмаған ел неше түрлін ойлап табады. Қысқа түн батуға шамалы уақыт қалғанда Жағыпар атына қонып 2 апталық демалысын өткізуге ауылға қарай бет алды. Жәке деген дауысқа жалт қараса көмекші жігіт екен. Сойылды ұмытпа, сойылды. Қасқыр соғамыз. Қысқа таяған уақыттың күні қысқа түні ызғарлы болатынын талай жылдармен соңында жүрген Жағыпар 5 саусағындай білетін. Осы жолда аяғына қалың сұр пимасын киіп үстіне ешкі терісінен тігілген дәу күпсінілген қостан ауылға дейін суыт жүрген адамға 3-4 сағаттық жер. Бірақ алдынан ызғар соғып Жағыпардың көсіле жортуына мүмкіндік бермеді. Шалқайып туған айға жанарын сүзді. Бұрынғылар айтушы еді. Мұндайда қыс қатты болады деп кім біледі? Алда не күтіп тұрғанын. Талай қысты көрдік қой. Мұны да соңымызға салармыз. Су шағып жатқан уақытай десеңші. Вақташы таяғын кеше ғана ұстаған сияқты едім ғой. Міне өзім де біреуге ақыл үйрететіндей жасқа келіппін деді ішінен. Көгденен жол үстіне еңіске қарай ысытып келеді. Уақыт өткен сайын Жағыпардың денесі түн салқынын үйрете бастады. Өзіне 5 саусағындай таныш жоталар, белдер, жолдар, қырқалар бірте-бірте соңында қалып барады. Міне мынау ойын, мұнда да әлденеше шопан қыстағы бар. Колхоз ыры қара малды бұл жерге жолатпайды. Мұндағы себебі қой отын жеп тауысып қоймасын дейді. Оны да рас шығар. Кенет Жағыпардың есіне Асанның түс әлетінде айтқан сөздер оралды. Жүрегі өрекпіп шалқып келе жатқан көңіліне еріксіз бір ызғар кіргендей болды. Жоқ, олай болу мүмкін емес. Бәрі де жала өтірік деп айқайлағысы келді. Бойын лезде ашу өрт шарып кетті. Бірақ өз көз жетпегенсін
Жұрт сөзіне сенгісі келмеді. Жан досым деп жүрген жарасты әлгіндей жамандыққа тіптен қиғысы келмейді. Ой, осы елдің сөзін қойшы, түйме дейді түйедей ететін қызыл тілдер қаншама, сол 30 тістен шыққан жай ғана дақпырт шығар деп Жағыпар Асан сөздеріне көп мән бермей қайтадан күндегі жайдары қалпына келген. Міне салт аттының соңында Жігітай қырқасы деп қала жатты. Осы өлкенің биік жотасынан бастап беліндегі бетегесіне дейін Жағыпарға таныс еді. Осындай бұлай ауылға жеткенше мыйдай жазық, анда-санда түн тыныштығын тілгілеген машина гүрілінен басқа дауыс естілмейді. Көкдөнен де жазыққа тұяғы тиісімен бәйгіге қосқан сәйгүліктей ақтай келіп, Жағыпар атының құйындай аққанына да бір сәт риза болып қалған. Жылдам жетіп балаларымды сүйсем, күшіктерім мен сағындым сендерді деп қояды ішінен. Ол өзінің бала кезіндегі бастан кешкен ауыртпалығын, анасының өзіне қамқоршы ағадай бола білген осының алдындағы ферма меңгерушісін ой елегінен өткізіп біртүрлі аянышты сезіммен еске алып келе жатты. Көкдөнен де бойын жазып алғысы келгендей бір жылдамдықтан таяр емес. Жағыпар терең ойдың құшағында отырып өзенге қалай келіп қалғанын да байқамай қалды. Оқтай ұшып келген Көкдөнен де қапелінде бойын билей алмай, қарын жел ұшырған жылтыр мұздың үстіне зырлап жөнелген. Жағыпар осы сәтте қалың ойдың құшағынан сытыла шыға берді, бірақ кешеді. Көкдөнен мұзын ойып алып кеткен шұңқырға келіп сүрінгенде ат иесі құрық бойындай қашықтыққа ұшып кетті. Басы ойылған мұз қиғыштана қатты тиген соншалық әп-сәтте есінен танып қалды. Қанша уақыт жатқан белгісіз, әлден уақытта Жағыпардың жүзін жылы леп шарпығандай болды. Кішкентай кезіндегі анасының аймалаған сияқты біртүрлі жұмсақ ыстық еді. Іле есін жиған көзін ашты, жүзіне төніп тұрған Көкдөнен таныды. Манағы ызғарлы желде сап тиылған аспандағы сары табағай тау сазасына жасырынуға бір құлаштай ғана қалыпты. Жағыпар өзіне қарай телміріп еміренген жылқының маңдайынан жанарынан сипады. О жасаған малы кеш малда өзі берілген адамын тастап кетпейді-ау. Бұл болса адам үшін бақыт шығар деп көбірледі. Сен кеткен жоқсың ба, кетпедің? Мені күтіп жүрсің бе? Мен тірімін, маған ештеңе де болған жоқ. Қазір деп ол орнынан тұруға ыңғайланды. Басы әлде меңзең, барлық қайратының бойына жинап, сүйретіле орнынан көтерілді. Айналасындағы қара барқын тауларда мұның тұруына жәрдемдескендей бір түрлі мейірімін төге манаурайтын секілді. Атының тізгінін ұстады. Көкдөнен-ау, мен сені жақындағанны тағалап едім. Қалай ғана жығылдың деп тағы да атының мойнынан жалын сипады. Еріне жабысқан сүңгіні қағып түсірді. Бәле деген аяқ астынан ғой дегенде Көкдөнен деп пысқырып басын изегендей болды. Жағыпардың үйі ауылдың шет жағында еді. Жарық сөніп ауыл ұйқыға енген. Анда-санда шәуілдеп үрген қаңғыбас иттердің даусы болмаса, айнала құлаққа ұрған танадай тыныштық құшағында. Атын шөпке қоярдан бұрын үйге кіріп балаларын бір-бір сүйіп шығатын. Жағыпардың көптен қалыптасқан әдеті осы еді. Қазір де солай істеуге ыңғайланды. Көкдөненді шөп қораның сыртына байлады да үйіне қарай адымдаған. Басы құрғырда ауырып әкетіп барады. Ауыз үйдің есігін тартты. Ілгегі салулы тұрған есік мыңқ етпеді. Ақырын басып келіп төргі үйдің терезесін қақты. Көпке дейін дыбыс болмады. Өй, мыналар тіріме деп күбірлеп жүріп тағы да қақты. Әлден уақыттан кейін шам жағылып, үй ішіне көмескі сәуле орнады. Терезе сырты қымтаулы болғандықтан үй ішіндегі тіршілік аңғарылмады. Жағыпар қайтадан есікке қарай беттеді. Неге екенін белгісіз, жүрегі өрекпей бастады. Әлден уақытта есік ашылды. Қараңғыда әйелінің жүзін анықтай алмады. Сен бе едің? Неғып кешігіп жүрсің деп Сағынкөлдің сөздері тым өктем естілгендей болды. Ендігі сәтте арғы жақтан тағы да есік ашылып, іле ер адамның сұлбасы көзге ұрды. Жарас, Жағыпар өз көзіне өзі сенбеді. Сол өзінің досы. Енді көзім жетті. Шынында да жел соқпасы шөптің басы қимылдамайды деп ойлап, үлгермей-ақ басы да қатты айналып бір жағына жантая берді. Арқасынан жоғары қарай жорғалаған құмырсқа қарақұсын шағып алғандай әсер етті. Көз алдындағы көрініс. О, жалған-ай, неге соншама қорландым, не жазып едің тағдырға? Әттеген-ай, қайда сойыл, қасқыр соғамыз деуге шамасы келген Жағыпар екі көз шарасынан шығып талқысып бара жатты. Тыста байлаулы тұрған Көкдөнен де иесі мезгілсіз кешіккен сайын тықырши бастады. Осы сәтте ай тұтылып, маңайға ұялаған зәрлі қараңғылық